Сәлем, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін 110 куб сая мотор типкі ұстап қалған. Осы жағдайды қалай көреміз, қалай тексереміз. Қауышындарын алып тастадық, енді моторды реттейтін боламыз. 110 кубтықтарда негізі педаль ұстап қалған жағдайда көбінде ол септен болады. Енді міне септің крышкасында, қақпағында бұрынғы ремонттаған адам дұрыс жаппапты. Өзінің орны бар, өз орнына түсу керек. Сол орында өзінің кәдімгідей тіреп тұратын тияктары болады. Мінекей сеп шештермадан шығып, шештерманың ар жағына қысылып қапты. Енді бұл жаңағы сеп созылды ма екен, не болмаса септі басып тұрған баспалар тозды ма екен, сонымен ұзақ уақыт жүрген. Шештерманың өзі мұжылып қажалып кетті. Бұны әзір моторды ашып көретін боламыз. Нақты қай жерден кетіп тұрған. Шештерманы салдық, сеп бәрібір бос тұр. Демек, бұның баспаларда кетіп қалды деген сөз. Енді бұл педалды көрейік. Педаль кәдімгідей басылып айналып тұр. Тек сол сеп қысылып қалған. Енді сол баспаны ашып көруіміз керек. Яғни мына магниті жақта ашуымызға тура келеді. Ең алдымен майын түсіріп тастайық. Міне мынау ортаңғы тияғы орнына қоймаған, бос қалған ғой. Мына негізгі басып тұратын баспаның өзі де желініп кеткен. Екеуі де қажалып болып түбірі қалған ғой.
жаңағы сеп шыққан кезде клапан поршынды соғыпты. Енді бұл Sanya 110 куб мотоциклдің колесо поршын гильзасын, яғни СПГ толықтай ауыстырғалы жатырмыз. Енді бұндағы жаңағы колесоны қалай ауыстыру керек, поршынның қалай тұруы керек, ол жайлы жеке видеоларды YouTube каналға салып қойғанбыз. Егер түсінбей жатсаңыздар, сол жерге кіріп көрсеңіздер болады. Енді бұндағы 100 куб, 110 куб болсын, 150, 250 куб болсын, барлығының құрау жолдары негізінен бірдей деп айтуға болады. Яғни қытайскийлердікі. Тек ұқсамайтын жерлері колесо поршын гильзаның үлкендігіне байланысты, объемның үлкендігіне байланысты олар да үлкейіп отырады. Тек өзгеріс сол жерінде ғана. Одан кейінгі сеп мотордағы өзгеріс 100-110 кубтықтардың зажиганясын реттеу сәл басқашалау, 125 кубтан жоғарыларынікі сәл басқашалау. Енді ол жердегі негізгі өзгеріс тек магнитоның өзгерісі деп айтуға болады. 110-100 кубтықтардыңкі мотор көбінде алдыға қарай келеді. Ал 125 кубтықтардың жоғарғылардың моторы үстіге қарай келеді. Сол жағындағы магнитоның өзгерісіне байланысты сәл өзгерістер ғана болады. Ал негізгі зажиганияны реттеу ол барлығында бірдей деп айтсақ та болады. Ал енді штанговый моторларда ол зажигание ол мүлдем өзгермейді. Ол астында шештернамен қойылған. Ол шештернаны шешпейінше ол зажигание өзгермейді. Яғни колесо поршын гильзаны комплектті айырбастасаң да, оларда зажиганияны қозғаудың ешқандай қажеті жоқ. Егер қандай да бір түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, YouTube каналға кіріп жазылып қойыңыздар, әрі содағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біздің әр реткі толықтап салып отырған видеоларымызды уақытымен көріп отыратын боласыздар. Әрі біз осы видеолардың санын жалғасты толықтап көбейтіп отыратын боламыз.
гильзаны саларда міндетті түрде май жаққандарыңыз дұрыс. Енді жаңа гильзаның өзінде де белгілі мөлшерде майы болады, десе де артық қылмайды. Әрі колысыңызды да майлап қою керек. Ол бірден колыс поршынды салған кезде колысының қисаймауына, тез салынуына жақсы. Әрі мотоцикл ең алғаш оталаз қалған кезде коробкадағы май шыққанға дейін колысының қырылмауына және қызып кетпеуіне жақсы жұмыс жасайды. Сондықтан колысы поршынды айырбастаған кезде, салар кезде міндетті түрде май жағып жүргендеріңіз дұрыс. Поршын дәл осылай төбесіне келгенде зажигание қойылды деп есептесеңіздер де болады. Енді бұл зажигание осы поршынның жоғары шығуымен негізгі балдағы осы тиягының бағыты. Енді бұл тиягы тура сол поршын жоғары қарап тұрғанда, поршынға қараған кезде негізгі зажигание қойылды деп есептесеңіздер де болады. Міне қазір зажиганиеміз қойылып болды, тек енді осы мотоциклді құрасақ қана болды. Тек енді бұдағы ары қарай жұмыс жасайтынымыз шештірнаны қойған кезде шештірнаның да өзінің меткісі болады. Оны да сол жаңағы түзу бір сызық бағытта қойсақ, сеп мотордың зажиганиясы қойылды деген сөз.
Енді осы цистернаның зажигнасын қоямыз. База зажигнасы тұр, осымен бір түзу сызыққа қоямыз ғой. Қазір сәл төмен тұр, төшкі. Осы цистернаны айналдырып, жаңағы төшкіні осы түзу линияға келеміз. Көп жағдайда 100-110 мотоциклдерінде, яғни мотор алдыға қарай шығып тұрған мотоциклдерде меткі нүктемен белгіленеді. Енді жаңағы 125-тен жоғары олар жаңағы мотор үстіге қарай қарап тұрады. Оларда нүктемен де және жаңағы цистернаның екі жағынан сызықпен де белгіленеді. Енді бұндағы алдыға қарай шығып тұрған мотор болсын, немесе түзу тұрған мотор болсын, екеуінің де меткісі осы калимбалдағы жаңағы сынамен түзу бір сызықта жатады. Енді магнитіндегі өзгешелік түзу үстіге қарай шығып тұрғандағы жаңағы меткіміз, Т нүктеміз тура сол сынамен бір сызықта тұрса, ал осы алдыға қарай шығып тұрған моторда ол жаңағыдай үстіне қарай қарап келеді. Магниттегі өзгеріс соғаны. Енді бұл мотоцикл ремонты барысында кейбір нәрселерді, тоқ жолында болсын, ремонтта болсын, кейбір нәрселерді сөзбен айтып түсіндіре алмайсың да. Сондықтан біз ұқсамаған жағдайдағы ремонттарды кейбір кісілердің сұрауы бойынша осылай айрым видео қылып каналға салып отырамыз. Үнемі осы каналдағы видеоларды толықтырып отырамыз. Сондықтан егер бір видеодан түсінбей жатсаңыз, екінші видеоны көріңіз. Мүмкін содан қарағанда біраз түсініктірек болатын шығар. Әрі каналға жазылып алыңыз. Сол кезде ғана сізге біздегі видеолар, барлық салынған видеолар тек жазылған жағдайда ғана сізге толығымен көрілетін болады. Әрі жазылып алған жағдайда ғана біздің әр реткі салған видеомыз сізге көрініп отырады. Осы 2 күннің алдында ғана бір бауырымыз хабарласыпты мотоцикл туралы. Соның бір нәрселер сұрады, соны мен айтам ғой. Сенің дәл андағы сұрағаның біздің YouTube каналда бар, сол арада өтіп көріңіз десем. Менде уақытым жоқ дейді. Енді бір видеоны көріп, соны түсінбей сұрап жатса ғой, тағы бір жөндейсің де, менің уақытым жоқ деп. Сондай адамдарға тағы да бір кісілер болады екен де, мен саған подписаться еткем деп міндетсінетін кісілер болады екен. Ол сіздің маған подписаться еткеніңіздің маған ешқандай пайдасы жоқ. Просто егер мотоцикліңіз болатын болса, ол сіз үшін пайдалы. Өйткені біздің әр реткі салған видеомыз уақытымен сізге көрініп отырады. Және сіздің қалаған видеоңыз егер біздегі бар болатын болса, сізге бірден шығады. Сол үшін сізге керек та ол. Сондықтан егер мотоцикліңіз болатын болса, осы көріп отырған видеолардың сізге пайдасы болатын болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда ғана біздің толықтырып салып отырған әртүрлі видеоларымыз, жаңа мотоциклдерді таныстыруларымыз сізге уақытымен көрініп отыратын болады.
егер қандай да бір түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, WhatsApp-қа хабарлассаңыздар болады. Профилда WhatsApp нөміріміз бар. Жақсы, келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.